Облыстық полиция департаменті желіде шу болған видеоға қатысты түсініктеме берді. Қызылордалық жасөспірімдер топтық төбелеске қатысып көзге түсті. Жамбыл облысында мектеп оқушыларының жаппай төбелесі. Староста болуға таласқан оқушы қыздар төбелесіп, Қыз үшін қып-қызыл төбелеске барғандар ұсталды. Алматыдағы элиталы тұрғын үй кешендерінің бірінде. Әр әрекетің жауапкершілік. Бүгінгі таңда заңды білмеу сені жауапкершіліктен босатпайды. Қарапайым қателік, ойсыз әрекет, ертең бостандығынан айыру мүмкін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі не дейді? Біліп жүр. Топтасып төбелесу, жай ермек емес, қылмыс. Егер адам жарақат алса, қылмыстық кодекстің 106 бабы, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша 5 жылдан 10 жылға дейін, ал біреудің өліміне себеп болса, қылмыстық кодекстің 106 бабы, 3 бөлігі бойынша 14 жылға дейін бас бостандығынан айырыласың. Заң бәріне ортақ, ойлан. Біреудің затын ұрлау, қылмыстық кодекстің 188 бабы, 3 жылдан 10 жылға дейін түрме. Ал бопсалау, яғни қорқытып бақша талап ету, қылмыстық кодекстің 194 бабы, 7 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Заңды бұзсаң, болашағыңнан айырыласың. Есірткі заттарын заңсыз сақтау, қолдану, қылмыстық кодекстің 296 бабы бойынша 3 жылдан бастап түрмеге түсуің мүмкін. Есірткіні сату, тасымалдау, қылмыстық кодекстің 297 бабы бойынша 10 жылдан өмір бойына дейін бас бостандығынан айырыласың. Өміріңді өзің қорлама, есірткіден аулақ бол. Алаяқтық. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы. Алаяқтық жай ойын емес, қылмыс. Адамды алдап, ақша немесе мүлік иемденсең, 2 жылдан 10 жылға дейін түрме күтеді. Заңды бұзсаң, бостандықтан айырыласың. Алаяқтықтан аулақ бол. Буллинг ойын емес, қылмыс. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 131 бабы, 147 бабы және 194 баптар бойынша интернеттегі қорлау, фото тарату, қорқыту заңмен жазаланады. Мысқылдап күлсең 10 жылға дейін, жеке өмірге қол сұқсаң 5 жылға дейін түрме. Біреудің психикасы сенің ермегің емес. Буллингке жол жоқ. Бүгін күліп жүргеніңмен, ертең қателігің үшін темір тордың ар жағында қалуың мүмкін. Ойлан. Бір сәттік қателік бүкіл өміріңді өзгертуі мүмкін. Заңды біл, өміріңді сақта. Қылмысқа жол берме.